Жылда мәлімдеме тарады, көріңіздер. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Елімізде семіздікке шалдыққан балалар саны күрт көбейген. Сонымен қатар қан қысымы көтерілетін балалар да көбейген. Елімізде семіздік дертіне шалдыққан балалар саны күрт артқан. Қоғарту министрлігінің мәліметінше 2018 және 2022 жылдар аралығында артық салмақ жинаған оқушылардың саны 1,6 есеге көбейген. Ол қыздардың 70% гиподинамия және қимыл қозғалыстың төмендеуінен туындайтын ауруға шалдыққан. Мұндай балалар жарақат көп алады екен. Ал бастауыш сынып оқушыларының арасында омыртшақтық, көз және жүйке жүйесінің аурулары жиі тіркеледі. Сонымен қатар қан қысымы көтерілетін балалар да көбейген. Бұл аурулар дұрыс тамақтанбау және спортпен шұғылданбауының кесірінен туындайды дейді мамандар. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды